Ридзерде қазақ, орыс және ағылшын тілдерін онлайн технологияларды қолданып, авторлық әдістемелер бойынша үйренуге болады. Әрі бастысы ол тегін. Ридзерде осымен 15 жыл тілдерді оқыту орталығы жұмыс істейді. Онда сабақтар тегін өтеді. Орталық жоғары білікті педагогтармен жинақталған, әрі қажет жабдықтармен қамтылған. Білім алушыларға көмекке өзіндік дайындаудан өткен онлайн платформа бар. Тілдерді оқыту орталығының педагогтары оның дайындығына 2020 жылдан бастап цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында еңбек етті. Осылайша тыңдаушылар үшін оқудың жайлы жағдайларын жасаған. Егер сабақ денсаулық жағдайына, қызмет бабына немесе басқа себеппен босатылса, оны ыңғайлы уақытта онлайн түрде көруге болады. Ал сайт тапсырмалар береді, оны орындап, оқытушыға тексертуге жіберуге болады. Например, вот элементарный уровень. Мы видим все. Орталықтың оқу әдістемелік кешені, оқулықтары, әдістемелік оқыту құралдары бар. Орталық қызметкерлері 2022 жылдан бері цифрлы Қазақстан бағдарламасын қолдай отырып, оқыту үрдісіне қашықтан қол жетімділікті қамту үшін бірнеше платформаларды дайындады. Орталық аптасына 5 күн, сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейді. Тыңдаушыларға өте ыңғайлы кесте құрылған. Кейде топта 2 адам, кейде 12 адам оқитын күндер де болады. Қызмет бабына байланысты кейде топта 15 адамнан да оқиды. Барлығы тыңдаушылардың қалауларына байланысты. Орталықтың педагогтарының еңбек өтілдері 10 жылдан асады. Қазақ тілін екінші тіл ретінде немесе шет тілі ретінде оқытады. Онан тыс, орталықта YouTube арнасы бар. Онда ауызша сөйлеуді дамытуға көмектесетін оқу роликтары салынады. Оқытушылар үшін онлайн платформа жасалған. Бұл педагогтардың қарқынды оқуына бағытталған авторлық бағдарламалардың оқу әдістемелік кешені. Тілдерді оқытудың инновациялық әдістері үшін орталық педагогтары көптеген грамоталармен ескерілген. Ал бірнеше күн бұрын тілдерді оқыту орталығының директоры әрі оқытушысы Құралай Садыкова андрогогтар арасындағы облыстық үздік педагог 2023 байқауында бас жүлдені жеңіп алып, республикалық байқауға жолдама алды. Педагогика андрогогикадан біршама ерекшеленеді. Өйткені андрогогика бізге ересек тұрғындарды қалай оқыту керектігін үйретеді. Ересектердің миының құрылысы өзгеше. Ақпаратты қабылдауы да баламен салыстырғанда нақтырақ. Андрогогика ересектің жаңа ақпарат қабылдау ерекшелігін толық ескереді. Педагогтарымыз арнайы оқытулардан, вебинар, семинар, онлайн платформалар, республикалық платформалардан өтіп отырады. Және соның барлығын орталықта толық қолданамыз. 15 жылдың ішінде тілдерді оқыту орталығының педагог-андрогогтары 8,5 мың тыңдаушыларды оқытты. Жыл сайын тілді тегін оқуға ниеттілер көбейіп барады. Центр обучает всех бесплатно. Орталық кез келген тілді тегін оқытады. Орталықта оқу қазан айында басталады, ал өтінішті біз тамызда қабылдай бастаймыз. Тамыз айында келіп өтініш жазасыз, ал қыркүйекте тіл білу деңгейін анықтайтын тест тапсырасыз. Қай деңгейге сізді жазу керектігін анықтаймыз. 8 ай оқудан кейін емтиханды сәтті тапсырған жағдайда сіз 8 ай еңбек еткеніңізді және белгілі бір балл жинағаныңызды дәлелдейтін куәлік аласыз. Біздің әдіс тәсілдеріміздің нәтижелері бар, тілді үйрене алмаймын деген сөз жай сөз. Тілдерді оқыту орталығының есігі Ридзердің тұрғындарына аптасына 5 күн сағат 9-дан 6-ға дейін тәуелсіздік 3А мекенжайы бойынша ашық. Мұнда ана тілін, шет тілін және мемлекеттік тілді білгісі келетіндердің әркімін күтеді. Мы бы очень хотели видеть. Біз сауда қызметкерлерін, банк қызметкерлерін, Қазпошта қызметкерлерін, аурухананың тіркеу орнының қызметкерлерін орталықта көргіміз келеді. Өйткені тілдерді білу біздің мүмкіндігімізді кеңейтеді. Сөйлесіп тұрған адамның тілінде сәлемдесіп, бірнеше сөздер айтқанның өзі сол тіл иесіне деген құрметті білдіруді көрсетеді. Еліміздегі ұлттар арасындағы достығымызды одан әрі нығайтады.